Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Каналыма қош келдіңіздер. Бұл бөлімде сіздерге жаңбыр туралы айтпақпын. Құранда Алла тағала айтады, егер Алланың нығметін санайтын болсаңыздар, санына әсте жете алмайсыздар дейді. Расында Алланың нығметі санайтын болсақ, біз санына жете аламыз ба? Әрине, ол мүмкін емес. Бір жаңбырдың өзіне мен ойлар едім, қаншама том-том кітап шығады деп. Егер оны түпкілікті зерттейтін болса. Жаңбырдың сол Алладан екенінің құдіретінің шексіздігі және де жер бетінің несібесі. Расында жаңбыр ғалымдарымыз, жер бетінің бүкіл ғалымдары әлі зерттеп келе жатыр. Өйткені оның сыры өте керемет, әлі Алланың мұғжизасы болғаннан кейін тексеріліп болды деген жаңбыр мүмкін емес. Жаратқанның жерге беретін нәрі, нұры, мейірімі. Ұзақ уақыт бойы жаңбыр жаумай құрғақшылық басса, демек адамдардың пейілінен болады екен. Алла тағала Құранда Бақара сүресінің 22-ші аятында ол сондай Алла сендерге жерді төсеніш, аспанды төбе етіп безендірді және көктен жаңбыр жаудырып, сол арқылы сендер үшін әр түрлі өсімдіктен ризық шығарды. Сондықтан біле тұра Аллаға ширк қатпаңдар дейді. Жаратқан иемізден көбірек кешірім тілеп, намаз оқып, Аллаға серік қосудан аулақ болуымыз керек. Құрғақшылық болғанда жер бетіндегі барлық жәндіктер, құрт құмырсқалар адамдардың ниетінен, күнәларынан болды деп Аллаға шағым түсіреді екен. Құрметті мұсылман бауырлар, Алланың расымен де шексіз нығметін өзіміздің қол екі істеген күнәларымызбен, шүкірсіздігімізбен өзіміз байлап қояды екенбіз. Тіпті тіршілікте өзіміздің басымызға келіп жатқан қиындықтар, дүниеміздің кемуі сияқты мәселелер күнәміздің қарымы кесір емес пе? Әрине, Алладан келген сынақ деп ойлауымыз керек. Олай ойлауымыз да мүмкін. Ол да бар. Бірақ діннен хабары бар әрбір пенде басына келген мусибатты, яғни қиындықты өзінің күнәсінен екенін сезеді, өзінен көреді. Мейірімі шексіз Алла кешірім сұрағанды, жалбарғанды жақсы көреді. Дұға қылайық ағайын. Мысалы, Аллахумма саййибан нафиған деген дұға бар. Аллахым бізге жаңбырыңды жаудырып, мейіріміңді төге көр деген мағынада. Осы дұғаны көбірек тілейік Алладан. Шариғатта тасаттық деген бар. Ұзақ уақыт бойы жаңбыр жаумаған болса, жаңбыр жаумай қалған кезде ел болып, халық болып, ауыл болып жиналып, Аллаға жалбарынып, немесе мал сойып, Алладан дұға тілеп, жаңбыр сұрайды. Сосын жаңбыр сұрау дұғасын оқиды және де истисқа намазын оқиды. Осылай шариғатта осындай үкім бар. Біздің қазақ халқымызға салт дәстүр сияқты сіңіп кеткен. Ал осының кейде қаншама тасаттық берсе де, оның атына тасаттыққа мал сойып, оны жетім-жесірге тарату негізгі қағида осы. Жағдай төмендерге, жетім-жесірлерге таратып, оның етінен жегізіп, немесе қазанға салып, барлық ауыл ауыз тиіп, Құдайы ас дастарханынан ауыз тиіп. Ал бұл жерде негізгі мақсат Құдайдың разылшығында және адамдардың шынайы пейілінде. Шынайы пейілмен, ықылас ниетпен сұраған дұғаны Алла тағала міндетті түрде жауабын айтады. Немесе міндетті түрде ол дұға қайтарылмайды және
Алла қаласа қабыл болады. Біздің қаншама тасаттық берсек те, Құдайдан жалбарып сұрасақ та, жаңбыр жаумай қалған кездерде болады. Ал ол не үшін десек, әрине адамдардың, яғни өзіміздің пейілімізден екен, құрметті бауырлар. Құрметті мұсылман бауырлар, осы ролик ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Құдай қаласа, алдағы уақыттарда жақсы діни кеңестер, уағыздар айтпақпын. Пайдалы білім ол ақиретке дейін пайдасын береді. Пайдалы біліммен айналысайық, және де Алланың шынайы құлы болайық, шынайы мұсылман болайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.